Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып білім алушылары. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Сабақ мақсаты: сіздер тыңдалған материал бойынша тірек сөздерді белгілеп, ашық және жабық сұрақтарға жауап беруді, негізгі және туынды сын есімдерді анықтауды үйренесің. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі ай күнді жазайық. 1 сәуір сынып жұмысы. 1 жаттығу. Мәтінді тыңда. Мұраттың бастауы. Ойын алаңының арғы жағындағы кішкене жартастың түбінде бір топ құрақ өсіп тұрған. Бірде соның жанына барып демалып отырдық. Бұрын осы жерде бастау болған дейді атам. Әне жер дымданып жатыр. Қазып көрсек қайтеді? Мүмкін су шығар, деді Мұрат. Оның сөзін әркім өзінше күлкіге айналдырып жіберді. Мейлі, күле беріңдер, деп Мұрат өкпелеп кетіп қалды. Біз қайтадан ойынға кіріскенбіз. Мұрат келе жатыр, деп бір бала дауыстап жіберді. Жалт қарасақ, Мұрат келе жатыр екен. Қолында күрегі бар. Ол әлгі ойпаң жерді қазуға кірісті. 2-3 күрек бойы қазғанда су шығып, бүлкілдеп аға бастады. Бізде үн жоқ. Мұрат бізге күле қарап, бастаудың мөлдір суынан ішіңдер, деді. Біз бастау суын қос уыстай іліп алып, ішіп жатырмыз. Салқын су қандай тамаша десеңші. Нағашыбек Қапалбековты. Балалар, енді сұрақтарға жауап берейік. 1 сұрақ: балалар қай жерде ойнады? Ауызша түрде жауап береміз. 2 сұрақ: Мұрат бастауды қандай белгілерге қарап тапты? 3 сұрақ: балалар ойнаған алаңда бұрын не болған? Келесі сұрақ: Мұраттың бастауды табуына оның қандай қасиеттері көмектесті? Және соңғы сұрақ: бұлақ суының адамға қандай пайдасы бар? Келесі жазбаша тапсырма орындаймыз. Мәтіндегі сын есімдерді тауып, дәптерге теріп жазамыз. Дәптерге 1 жаттығу деп жазайық. Сын есімдерді таппас бұрын 1 видеоны қарап шығамыз. Ай мектеп. Мынау не? Бұл Томнан келген сыйлық. Оның ішінде не бар? Том саған тосын сый жасапты. Не екенін өзің тап, мен саған көмектесейін. Ол кішкентай. Бұл күшік пе? Бұл енді сенің күшігің. Ол қандай екен? Менің күшігім кішкентай. Түсі ала, жүні жұмсақ және сондай ақылды. Көрдің бе? Бұл сөздер қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни олар сын есімдер. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді.
түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, сіз жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гіш, қыш-кіш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы, көп нәрсені үйреніп алдым. Бұл күшіктің аты бар ма? Қазір көрейін, мойнында алқасы бар екен. Аты Вики. Жей ғой, Вики. Ол тек ақылды, жұмсақ, сүйкімді болып қана қоймай, сонымен қатар өте жылдам екен. Иә, Вики сөзі жылдам деген мағынаны білдіреді. Қайталайық. Сын есім. Заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сын есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Негізгі сын есім. Түбір сөзден жасалған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Мысалы, жақсы, үлкен, қызыл. Туынды сын есім. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Туынды сын есімдер түбірге л, д, т, сіз, ғыш, гіш, қыш, кіш тағы басқа жұрнақтар жалғану арқылы жасалады. Мысалы, таулы, ақылды, білгіш. Келесі тапсырма, екінші жаттығу 70-ші бетте. Мәтінді көркем жаз. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Балалар сөз құрамына талдауды білеміз ғой? Яғни түбір, жұрнақ жалғауын анықтаймыз. Олар қай сөз табына жататынын анықта. Үстіне қай сөз табы екенін жазып қоямыз. Келесі үшінші жаттығу 70-ші бетте. Дәптерге Вен диаграммасын сызамыз. Екі дөңгелек, яғни бірінші дөңгелекке біз шеңберге негізгі сын есімдерді теріп жазамыз, екінші шеңберге туынды сын есімдерді теріп жазамыз. Келесі сөздер: жаңа, көк, әдепті, сүтті, атақты, жүйрік, көктемгі. Балалар, осы сөздерді екіге жіктейік. Үй жұмысына 4-ші жаттығуды аламыз 71-ші бетте. Және 70-ші беттегі негізгі туынды сын есімнің ережесін жаттап келеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.